магний макроэлементінің кардиологиядағы без әсері. Сәлеметсіздер ме менің сүйікті көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Бүгін кардиологияда магний препараттарының магний макроэлементінің жүрекке без түрлі әсері, кардиологиядағы без түрлі әсері туралы айтатын боламын. Видеомды соңына дейін көріңіздер. Ақпараттың пайдалы болады деген үміттемін. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, соңында қойсаңыздар болады. Жүрек ауруларында магнийдің маңыздылығын түсінетін боласыздар. Бірінші, жүрек ырғағын реттейді, яғни аритмияны алдын алады, аритмияны болдырмауға әрекет жасайды. Аритмиясы бар пациенттерге де біз магний препаратын міндетті түрде тағайындаймыз. Екінші, артериал қан қысымды реттейді. Бұл қан тамырлардың босаңсу нәтижесінде пайда болады. Яғни қан тамырлардың қабырғаларын босаңсытады. Яғни бұлшық еттен тұрады қан тамырлар, соны босаңсытады. Және үшінші, инфаркт пен инсульттің алдын алады. Бұл дегеніміз инфаркт, инсульттің көп жағдайларда қан қысымының жоғары болған нәтижесінде болып жатады. Сол қан қысымын төмендету мақсатында ішіп отырған магнийдің арқасында қан қысымы төмен және инфаркт, инсульт болудың алдын алады. Сондықтан профилактика алдын алу мақсатында магний препаратын күнде ішіп отыруға болады. Және төртінші, жүректің миокардында осы күш-қуат түзуіне қатысады және бұл жүректің функциясын, жүректің жұмысына қолдау білдіріп, жүрек жақсы жұмыс жасай бастайды. Және бесінші, қабынуға қарсы әсері қан тамырлардың зақымдалуын азайтады. Осының нәтижесінде атеросклероздық тостақаншалардың қан тамырларға пайда болуын азайтып, сау қан тамырларын болады. Сондықтан магний препаратын мен барлық пациенттеріме тағайындаймын. Сондықтан магний препаратын мен кардиологияда маңызды препарат деп есептеймін. Өйткені оның орасан пайдасы бар. Сондықтан егер сіздің кардиологыңыз магний препаратын тағайындаса, оны шекері ығыстырып қоймай, міндетті түрде курспен ішкендеріңіз дұрыс. Негізі магний препаратынан бөлек күнде біздің организмге магний макроэлементі түсіп тұру керек. Сондықтан толыққанды тамақтануымыз болмағандықтан магний препаратын таблетка, капсула түрінде ішкенде дұрыс болып есептеледі. Егер сізге білікті кардиолог дәрігерден консультациясы керек болса, маған хабарласыңыздар, консультацияға жазылыңыздар. Менде онлайн және офлайн консультациялар жүріп жатыр. Каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер, лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз болса комментарияға жазып отырыңыздар. Неше түрлі комментариялар оқып жатырмын, тыңдап жатырмын сіздердің. Мүмкіндіктерімше жауап беруге тырысамын. Ал консультация, жеке онлайн консультация алам десеңіз, WhatsApp нөміріне жазыңыз. Келесі видеода жолыққанша аман есен болыңыздар.